Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен жұмсақ болып шығатын, үй жағдайында жасалатын пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Бізге қажетті заттар: қияр, қызанақ, колбаса, сыр, майонез, кетчуп керек болады. Ең алдымен біз қамырымызды дайындап аламыз. Қамыр үшін қажетті заттар: су, сүт керек болады, жылы су болу керек. Содан соң бір қасық тұзымызды салып, ұнымызға дрожжымызды саламыз. Жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болдық. Енді үстіне пакет жауып, жылы жерге орап қоямыз. Қамырымыз көтеріліп ашыды. Енді оны бөлшектерге бөлеміз. Енді оны жұқалап жаямыз. Жұқалап жаю керек. Пиццамызды қамырдың ішінде дрожж болғандықтан оны жұқалап жайсаңыз болады. Листімізге орналастырамыз. Содан соң кетчупымызды жағамыз, немесе үйіңізде томатный паста болса, соны жақсаңыздар да болады. Барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз.
Содан соң бетіне керекті заттарымызды саламыз. Помидор, колбаса, қияр саламыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша салсаңыз болады. Үйіңізде қандай зат бар, өзіңіздің қалауларыңызша саласыздар. Бетіне майонезімізді салып, сырымызды саламыз. Сыр қанша көп болса, біздің пиццамыз дәмді болып шығады. Пеште 15-20 мен 180 градуста пісіріп аламыз. Біздің пиццамыз дайын болды. Ұнаса, лайк басып, комментария қалдыруды ұмытпаңыздар. Тағы да видеоларымды қарау үшін видеоның соңына дейін қарасаңыз, әртүрлі рецептпен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ және аузыңызда еритін пицца болып шығады. Балаларыңызға жасап беріңіз. Енді біз асқабақтан самса жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарасаңыз, қамырдың да өзінің құпиясымен бөлісетін боламын. Енді бірінші біз қамырымызды дайындап аламыз. Судың үстіне тұзымызды, ұнға жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Қатты жұмсақ та болмау керек. Орташа қамыр илейміз. Егер де сіз 1 килограмм ұн салсаңыз, 1 жұмыртқа саласыз. Ал 2 килограмм ұн салсаңыз, 2 жұмыртқа саласыз. 1 килограмм ұннан 3 суалы қамыр шығады. Қамырымызды илеп болдық. Енді 5 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң біз қамырымыз бойын алам дегенше заттарын дайындаймыз. Бар ішіне салмасын дайындаймыз. Асқабақ, жуа, тоңмай, фарш керек болады. Содан соң қамырымызды жаямыз. Қамырды жоғалап жаю керек. Жоғалап жайып болдық. Енді оның үстіне тоңмайымызды, сұйық майымызды араластырамыз. Сосын қамырдың бетіне
жағатын боламыз. Мен бір суғаланың үстіне бір ожау май салдым. Одан артық болса қамырыңыз қатып қалуы мүмкін. Тығыз етіп орадық. Енді оны пакетімізге салып морозилькке 15-20 минут қоямыз. Холодильнигімізден алдық. Енді оны бөлшектерге бөлеміз. Қамырды жұқалап жай жібермеңіз, өйткені ол басылып қалуы мүмкін. Ішіне салмасын салып түйетін боламыз. Барлығын орналастырып, бетіне жұмыртқамызды жағамыз. Біздің асқабақтан жасалған самсамыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, менің әдісімен жасап көріңіз. Өте қамыры қытырлақ болып шығады. Енді біз баклажан жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: баклажан, чеснок, жуа, сәбіз, помидор, болгар бұрышы керек болады. Ең алдымен қазанымызға майымызды құямыз. Баклажанымыздың үстіне бір қасық тұз салып араластырамыз. Суы шығады. Өйткені бұның баклажанның қышқылы және тұқымдары бөлініп шығады. Сондықтан осылай жасап алдым. Қызып тұрған майымыздың үстіне жуамызды салып қызартып қуырып аламыз. Содан соң сәбізімізді саламыз. Оны да 5 минут қуырып аламыз. Болгар бұрышымызды, помидорымызды, томатымызды саламыз. 15 минут қуырып аламыз. Енді баклажанымызды үстіне су құйып жуып аламыз. Баклажанды осылай қолмен қысып, суын бөлек алып аламыз. Дайын болған баклажанымызды қазанымызға саламыз. Содан соң үстіне тұз салып 20-30 минут қуырып аламыз. Чесногымызды да саламыз. Қара бұрышты ұнатсаңыздар, қара бұрыш, укроп салып, қақпағын басып,
баклажан піскенше қоямыз. Біздің баклажанымыз дайын болды. Түрі де, дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіз, ұнайды деген ойдамын. Алма, апельсин, шабдал керек болады. Өздеріңіздің қалағаныңызша әртүрлі жеміс-жидектер салсаңыз болады. 2 литр банкамызға стерилизацияланып, банкамызды буға парлап алдым. Барлығын осылай банкаларымызға салып шықтым. Енді оның үстіне 200 грамм сикер саламыз. Ал егерде сіздерде 3 литр банка болса, 300 грамм сикер салсаңыз болады. Бұл жерде айта кететінім, суыңызды сақырлатып қайнатып алыңыз керек. Өйткені банкаларыңыз крышкасы көтеріліп, айнып кетуі мүмкін. Біздің банкаларымыз дайын болды. Сіздер де менің әдісімен жасап көріңіз. Қыста рахаттанып ішетін боласыздар. Назарларыңызға рахмет. Енді келесі видеода біз тағы да видео түсіретін болам. Ол видеомызда фарштан сорпа істейтін болам. Тартылған еттен жасалатын сорпамен рецептпен бөлісетін боламын. Сіздер де жасап көріңіздер. Кешкі асқа жеңіл тамақтардың бірі. Ал енді бізге қажетті заттар картоп, болгар бұрышы, помидор керек болады. Ең алдымен жуамызды жұқалап, майдалап турап аламыз. Жуамызды тартылған етіміздің үстіне салдық. Енді біз қуыратын заттарымызды дайындаймыз. Мына жерде помидор, болгарскийді осылай көбіктап турап аламыз. Картопты да етпен бірге қосылып пісетіндей етіп дайындап аламыз. Енді қазанға қуыратын жуамызды дайындап алдық. Паршымыздың үстіне қара бұрыш, тұзды салып араластырамыз. Қызып тұрған майдың үстіне жуамызды салып, қызартып қуырып аламыз. Содан соң болгар бұрышымызды, помидорымызды салып, жақсылап суы шыққанша қуырып аламыз. Тұз саламыз.
және араластырып тұрамыз. Енді біз қуырылам дегенше паршымызды осылай домалақтап барлығын дайындап аламыз. Қуырып болған соң үстіне салқын суымызды немесе қайнап тұрған суымызды құйсаңыз болады. Содан соң картопымызды саламыз. Картоп пен етіміз бірге піседі, сондықтан етімізді де саламыз. Егер де тұзы аз болса, тұз салып, тұзын дәміне қарай саламыз. Содан соң бетіне шыққан көбіктерін алып тастаймыз. Етіміздің қайнаған кезде осылай көбіктер шығады, соны алып тастаймыз. Біздің еттен жасалған сорпамыз дайын болды. Тез жасалады және көп уақыттарыңызды алмайды. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен тағы да осылай кешкі асқа қаным дайындайтын боламын. Өте дәмді, тойымды тағамдардың бірі. Бұл тағамды әркім әртүрлі айтады. Қаным дейді, нарын деп те айтады. Енді бізге қажетті заттар ет керек болады. Етті өздеріңіздің қалауларыңызға аз немесе көп қылып салсаңыз болады. Енді оны қазанымызға екі жағын бірдей етіп қуырып аламыз. Содан соң жуамызды, болгар бұрышымызды, томатымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Мына жерде мен томатты тоңазытқышқа салып қатырып қойған помидорды. Осылай осының ішіне, қазанның ішіне саламыз, жақсылап қуырып аламыз. Содан соң сәбізімізді саламыз. Сәбізді өздеріңіздің қалауларыңызша саласыздар. Сосын бетіне тұзымызды саламыз. Етіміз батқанша су құямыз.
Етіміз шамамен 1 сағат, 1,5 сағат қайнайды. Сорпамыздың бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Етімізді 2 сағат, 1,5-2 сағатқа қайнатып аламыз. Егерде тұзы аз болып жатса, тұз салып, дәміне қарай тұз салсаңыз болады. Етіміз пісем дегенше біз қамырымызды илейміз. Ол үшін бізге су, тұз керек болады. Ұнымыздың үстіне құйып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ болып кетпеу керек. Орташа етіп қамыр илейміз. Илеп болдық. Енді оны 3 бөлікке бөлеміз. Бетін жауып 15-20 минутқа қойып қоямыз. Сорпамыздың үстіне картопымызды саламыз. Тамағымыздың тұздығын дайындап аламыз. Жуамызды жұқалап турап аламыз. Сорпамыздың бетіндегі майын алып, тұздық дайындаймыз. Енді біз қамырымызды жаямыз. Қамырды жұқа етіп жаюымыз керек. Осы тамақты жасап көрмеген болсаңыз, жасап көріңіз, сіздерге ұнайды деген ойдамын.
жұқалап жайып болдық. Енді оның үстіне сұйық майымызды барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Четкамен жақсаңыздар да болады. Осылай видеода көрсетілген етіп, осылай барлық жеріне майды тигізіп шығамыз. Содан соң осылай видеода көрсетілген етіп орап шығамыз. Содан соң листімізге салып барлығын дайындап аламыз. Листіңіздің астын майлап аламыз. Өйткені қамырымыз листке жабысып қалады. Дайын болған қамырымызды мантоваркеге қайнап тұрған суға үстіне осылай манты қазанымызды қойып пісіріп аламыз. Енді бетіне салатын етімізді турап аламыз. Тұздығымызды қайнатып қоямыз. Содан соң етімізді турап аламыз. Майдалап турап шығамыз. Сәбізімізді, картопымызды да турап аламыз. Жаңағы қайнап тұрған тұздығымыздың үстіне салып 5 минут қайнатып аламыз. Сорпамызда, тұздығымызда дайын. Енді қамырымызды турауға кірісетін боламыз. Осылай мантоваркадан шығарып, осылай жұқалап тураймыз. Енді дайын болған тұздығымызды салып араластырамыз. Араластырмай бетіне салып, осылай өздеріңіз араластырып жесеңіз болады. Біздің нарынымыз дайын болды. Қонақтарыңызға ұялмай пісіретін тағамдардың бірі.
Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын. Енді мен анамнан үйренген қантымды жасайтын боламыз. Мен мамамнан осы қантты жасауды үйрендім. Көп затты осы өзімнің анамнан үйренген болатынмын. Енді бізге қажетті заттар 2 литр сүт, секер, 2 килограмм секер керек болады. Енді қазанымызға сүтімізді құямыз. Менде пісіп тұрған сүт, содан соң 2 килограмм секерімізді саламыз. Сосын газымыздың астын жоғарылатып, қантымызды қайнататын боламыз. Осылай араластырып тұрамыз. Өйткені астындағы қантымыз күйіп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай араластырып жасасаңыз болады. Қантымыз қайнап жатыр. Қоңыр түске енем дегенше біз үзбей араластырып қайнататын боламыз. Міне, түсі өзгеріп келе жатыр. Осылай қызыл түске, қоңыр түске еніп жатыр. Бұның дайын болғанын, дайын болмағанын біздің араластырып тұрған қасығымыз ауырласып бастайды. Соған дейін қайнатамыз. Енді қантымыздың дайын болған, дайын болмағанын біз қалай тексереміз? Ол үшін кесемізге салқын суымызды құйып тамызып көрсеңіз болады. Тамызсаңыз сразу қатып қалады. Сол сізде дайын болған деген сөз. Сүті астында қалмау керек, соған дейін қайнатамыз. Біздің қантымыз дайын болды. Осылай қою болып шығады. Түсі де қызыл болып шығады. Осылай барлық жеріне жайып шығамыз. Табағымызды асты шыны ыдыс болмау керек, астындағысы. Өйткені табағымыздан түспей жатса, осылай астын газға қыздырып алып, осылай түсірсеңіз болады. Егер де менің видеоларым ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Енді біз шабдалыдан тосап жасайтын боламыз. Өте дәмі күшті деп айта аламын. Шаймен ішуге өте дәмді. Ал ендеше бізге керекті заттар: шабдалы керек болады,
3 килограмм шабдал болса, сіздер 3 килограмм секер саласыздар. Ал 2 килограмм шабдал болса, 2 килограмм секер салсаңыз болады. Енді шабдалымыздың ортасындағы дәнектерін алып тастаймыз. Оны тураймыз. 4 бұрыштап турасаңыз, өзіңіздің қалауларыңызша ыңғайластырып турасаңыз болады. Өздеріңе қалай ұнайды, солай турайсыздар. Мен 2 килограмм шабдал салған, 2 килограмм секер салдым, яғни қант салдым. Оны араластырамыз жақсылап. Бетін жауып 5-6 сағатқа қоямыз. Міне біздің 5-6 сағаттан кейін су шықты, содан кейін газымызға қайнатып аламыз. Қайнатып 15 минуттай қайнаттым, содан соң газымыздың астын өшіріп, тағы да 5 минут қайнатамыз. Осылай әдіспен жасаймын мен. Суығансын тағы да қайнатам. 3-ші рет қайнаған кезінде банкамы жабатын боламын. Мен 3-ші рет қайнатып жатырмын. Енді оны стерилизацияланған банкамызға құйып жабатын боламыз. Қысқа рахаттанып жейтін варенье тосап болады. Чаймен ішсеңіз, қонақтардың алдына ұялмай қоятындай варенье. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз.
Қыздар, бүгін біз фри жасайтын боламыз картоптан. Өте ерекше рецепттің бірі. Сіздер де жасап көріңіз. Бұл үшін бізге қажетті заттар 3 картоп керек болады. Оны күштен өткіземіз, яғни теркамыздан өткізетін боламыз. Теркамыздың ірі тістерінен өткіземіз. Сосын крахмал саламыз. Крахмалды қанша картопыңыз көп болса, сонша көп саласыздар. Мына жерде 2 қасық крахмал салдым. 1 қасық, кішкентай қасықпен 2 қасық тұз салдым. Немесе 3 қасық салсаңыздар да болады. Содан соң араластырамыз. Мына жерде мен 2 рет жасадым. Өйткені қонақтарымызға етіміздің ет бір ғой, пісіп тұрған етіміздің қапталына салып берсеңіздер де болады. Салаттарға салсаңыздар да болады. Сол маған жетпей қалғандықтан тағы да теркамыздан картопымызды өткізіп 2 есе қылып жасадым. Тағы да крахмалға салып алам. Дәл осылай сіздер де жасап көріңіздер. Картоптарыңыз қытырлақ болып шығады.
да 25-30 минутқа тындырып қоямыз. Яғни ішіндегі тұзы картопымызға сіңу керек. Содан соң суымызды төгіп тастаймыз. Осындай құрғақ қылу үшін біз астына мата төсеп, яғни орамалымызды, майлығымызды төсеп аламыз. Содан соң суын сырқы үшін үстіне тағы да матамызды жабамыз. Су әбден жапқан матамызға сіңу керек. Осылай майымызды қатты қыздырып аламыз. Содан соң жаңағы картошкамызды қуырып аламыз. Араластырып тұрамыз. Жан-жағын бірдей қуырып аламыз. Біздің фрейіміз дайын болды. Балаларыңыз сүйсініп жеуге ыңғайлы қылып осылай пісірдім. Егерде сіздің үйіңізде бөпелеріңіз болса, 3 айлық, 6 айлық, 7 айлық бөпелеріңіз болса, осындай қылып фруктыдан жасасаңыз болады. Фруктыны дайындап алу үшін бізге әртүрлі жеміс-жидектер керек болады. Өздеріңіздің қалауыңызша осылай блендерге салып, езіп аламыз. Осындай сеткамызды үстіне салып, астындағы бетіндегі нелері қалып қалады. Астындағысы баланың аузына ыңғайлы қылып сол өткізіп істесеңіз болады. Өздеріңіз қалай бересіздер, өздеріңіз білесіздер. Егерде марлы болса, марлыға істесеңіз болады.
Ал енді сұйықтығын дайындаймыз. Сұйықтығын дайындау үшін жаңағының қалғаны болады, кәдімгі бетінде сеткідегі қалғаны. Соны кружкамызға дәміне қарай секер салып араластырамыз, қайнатып аламыз. Содан соң оның үстіне жаңағы немізді, фруктымызды саламыз. Осылай 15 минут қайнатып аламыз. Сосын оны електе сүзіп аламыз. Бұл компот ретінде балаға берсеңіз болады. Өте табиғи шырын. Бұл шырынымызды бутылкаларымызға құйып, балаға суытып берсеңіз болады. Менде осылай, міне агуша сияқты, дәмі өте ерекше. Ал сіздерде менің рецептімен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің реттеп жинаған тағамдарым және де әртүрлі жасаған заттарым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, Қазақстанның рецептінің дамуына үлестеріңізді қосқандарың үшін рахмет. Алда әртүрлі видеолар салатын боламын. Сол үшін менің каналыма лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айнұр. Назарларыңызға рахмет.